Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni boshlamastirib arnaga tirkelib, videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tez qana bizda bo'ladi. Janibek Alimxonұлы Astanada yer silkimek. Orta salmoqda IBF және WBO chempioni Qozog'istonlik Janibek Alimxonұлы titulni jekpejek oldindan ma'lumdama jasadi deb xabarlaydi. 5-savr Astanada Janibek titullarni fransiyalik Annuel Nigamesingdan qo'rg'aydi. Birovi 5-savrda mening titullarimni tartib olaman deydi. Bәріңіз білген жөн. 5-сәуірде үлкен нокаут болады және оның құлағынан жер сілкінеді деп жазыпты Alimxonұлы X әлеуметтік желісінде достар. Канело жеңіліп көрмеген нокаутшыдан қорқатыны ашық айтылды. Америкалық боксшы Дэвид Бенавидес кәсіпқой бокста екінші орта салмақтағы чемпион мексикалық Саул Канело Альварес неге өзімен жекпе-жекке шыққысы келмейтінін түсіндірді. Дэвидтің ойынша Канело одан сескенеді. Шынына айтқанда ол неге жекпе-жекке шыққысы келмейтінін білмеймін. Ол неге бұл айқасты қаламайды? Неге бұл жекпе-жек өтпеске деп ойландым. Бұл сұрақты қойған сайын ол мені жеңе алмайтынын білген соң ғана менімен жұдырықтасқысы келмейтінін түсінді. Шынымен солай ойлаймын деп береді Бенавидестің сөзін Box Skin. Америкалықтың ойынша Саул Альварес өзіне сенімсіз. Мен өзіме әрдайым 100% сенімдімін. Не істесем де, ал оған менімен айқасу үшін ұсынылған сомма адамды сенгісіз ақша. Ол өзіне сенімсіз. Мен Альвареспен жұдырықтасуға дайын екенімді дәлелдеу үшін барын жасадым. Бірақ айқас өтпесе, бұл тек оның кінесіне. Мүмкін оған менімен кездесу үшін $200 миллион керек шығар. Мен білмеймін, деді америкалық боксшы. Еске салайық, Канело кейінгі рет қыркүйек айында жұдырықтасып, тегі Пуэртоколық Эдгар Берлангды төршілердің шешімімен жеңіп, екінші орта дивизиондағы белбеулерін қорғап қалды. Еске салайық, 5-сәуір Janibek Alimxonұлы мен франциялық Annuel Nigamesing ортасында жекпе-жек болады. Бұл орталық жекпе-жек болады. Фаворит Janibek Alimxonұлы. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.